Неге Қазақстандағы мұсылмандар кісі өлтірген адамды ұрыны және Сычуан шошқа етін жақсы көретін Тоқаевты мойындап келеді? Өзін мұсылманмын деп санайтын қазақстандықтардың 99% көне араб тілін білмейді. Соған сәйкес, олардың 99% мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранды түпнұсқада оқымаған. Көбіне олар Назарбаев Тоқаев режиміне қызмет ететін сатылған имамдарға соқыр сенеді. Ал ол имамдар билеушіге қарсы шығуға болмайды деп үйретеді. Бұрын Назарбаевты, қазір Тоқаевты меңзейді. Неге барлық имамдар билікке қызмет етеді? Осыны талдап көрейік. Имамдар жалақыны қайдан алады және Қазақстандағы мешіттер қандай қаражатқа салынып, қандай қызмет көрсетеді? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы елдегі мұсылмандардың жоғарғы органы болып табылатын республикалық діни бірлестік. Қарапайым тілмен айтқанда, барлық мешіттер мен имамдар осы ұйымға бағынады. Мемлекет КМДБ-ны тікелей қаржыландыра алмайды. Өйткені бұл конституцияға қайшы. Қазақстан зайырлы мемлекет. Сондықтан КМДБ жыл сайын қайырымдылық деп аталатын ұйымдар арқылы миллиардтаған теңгеге қаржыландырылады. Мұндай негізгі қайырымдылық ұйымдардың бірі банк Центр Кредит. Дәл осы банк арқылы КМДБ-ға жыл сайын миллиардтаған теңге бөлінеді. Бұл қаражат қарапайым мұсылмандардың садақасы емес. Бұл Назарбаев пен Тоқаев ұрлаған ақшалар. Олар өздеріне тәуелді адамдарды қайырымдылық жасаушылар ретінде көрсетіп, сол арқылы КМДБ-ны қаржыландырады. Астанадағы бас мешіт 100 миллиард теңгеге салынды. Бұл Назарбаевтың мұнайдан ұрлаған ақшасы. Оны инвесторлардың қаражаты деп көрсетті. Сіз 100 миллиард қаржыны салып, одан еш пайда көрмейтін инвесторды көрдіңіз бе? Мұндай инвестицияны тек Назарбаев қана жасай алады. Сондағы мақсаты халықты бақылау үшін. Сіз оның ұрлаған миллиардтаған долларын сұрамай, үндемей, бағынышты болып қалуыңыз үшін. Мысал ретінде Барселонадағы Гауди соборын алайық. Ол әлі күнге дейін салынып жатыр. Собор тек жеке қайырымдылық пен билет сатудан түскен қаражатқа салынып жатыр. Егер Қазақстанда мұсылмандар саны көп болса, неге әрқайсыңыз айына 5000 теңгеден бермейсіз? 10 миллион мұсылман болса, айына 50 миллиард теңге жиналар еді. Сол ақшаға мешіттерді өздеріңіз салып ұстай аласыздар. Неге осылай болмады? Әлде ол кезде сіздер үнсіз әрі бағынышты болмай қаласыздар ма? Ислам әділетсіздік көргенде үндемеуді үйрете ме? Мұсылман адам әділетсіздік, ұрлық, өтірік көргенде қайда болады? Осындай бағынышты мұсылмандар Ауғанстанда, Түркменстанда, Иранда және басқа да артта қалған елдерде бар. Мұндай мұсылмандардың құлдардан қандай айырмашылығы бар? Мұсылман Алланың құлы. Бірақ Тоқаевтың, Хаменеи немесе Талибанның құлы емес екенін білмейсіздер ме? Қаңтар оқиғасы кезінде Тоқаев сіздің мұсылман бауырларыңызды атуға бұйрық бергенде, біздің мұсылмандар қайда болды? Сол кезде бір имам Тоқаевтың қанды әрекетін айыптады ма? Жоқ. Себебі олар билікке адал қызмет етеді. Ал сіздер халықтан ұрланған ақшаға салынған мешіттерге барып, харам ақша алатын имамдарды тыңдап жүрсіздер. Мұсылман өтірікті естігенде, сол жерде шындықты айтуы керек емес пе? Әділетсіздік көргенде оған қарсы тұруға тиісті емес пе? Егер солай болса, неге сіздер әлі күнге дейін кісі өлтірушіні, ұрыны және 2 рет қуырылған Сычуан шошқа етін жақсы көретін Тоқаевқа қарсы үн қатпай отырсыздар? Ақыретте шындық айдай анық болғанда, сізден неге үнсіз қалдыңыз деп сұралады. Сонда қыл көпірде тұрып, не айтасыз?